Бармысыздар ма достар? Менің ақырғы видеомда мен АСД туралы айтқам, сонда мен АСД-ні қан қысымы көтеріліп, соны емдеу үшін ішкем. Мен қан қысымым көтерілгенде мен врачқа барғам да жоқ. Қан қысымын тексергем де жоқ, немен прибор бар ғой, өлшейтін ондаймен. Мен былай сезіндім өзім. Сұрашып басам, бетім қызарып кетеді. Басым бір рет сол заправкада басым айланып құлап қала жаздадым. Содан мен одан кейін мен кешкі жақын қалада мәшінмен жүре алмай қойдым. Кешкі жақын қарсы келе жатқан мәшіндердің фардары жанады, шам жанады, көзіме бәрі бұлдырлап, көзім тіпті ештеңе көрмей жаман болды. Кешкі жақын мәшінмен жүргенді қойдым. Күндіз жүретін болдым, кешке жүре алмадым. Содан кейін мен АСД іштім 2 ай. Одан кейін мен сол оғанағы қан қысымы қалай дұрыс болды ма жоқ па мен тексергем де жоқ. Былай өзім жақсы өзім сезіндім. Содан мен тағы да қосымша сұлының суын іштім қайнатып. Сол қан қысымын орнына қою үшін, мысалы суын қайнатып ішкенде ішкі тамырлардың бәрі тазаланады. Сол үшін мен алдымда мынандай неме жаңа барып аптекадан бізден сатып алдым сұлыны. Мен енді қалада тұрам, сұлы менде алыстамайым деген сияқты. Бардым да сатып алдым. Міне мында жазылып тұр, қалай оны қайнату керек, бәрі жазылып тұр, бірақ мен олай істеген жоқпын. Мен алдымда міне мынандай кәдімгі термос болды ғой, мынандай термос. Осындай термоске алдым да мынандай сұлының қасықпен салам, үлкен қасықпен. 4 қасық, 5 қасық салам. Одан кейін кешкі жақын мынандай кәдімгі мынандай тоқ шайнек бар, 1 литр 700 грамм. Осыған толтырып қайнатам суды. Су сарқырап қайнап кеткен кезде термосқа құйып қоям да, термосты жауып қоям. Кешкі жақын оны жасаймын, таңғы қанша тұрады. Таңертең алам да осы термосты алып ашып, сондай марлен төсіп, мынаны аузын жауып, сол 1 литр банкаға осындай нені сүзіп алам. Сұлының суын. Сондай где-то осы бір банкіде жетіп қалады, қалған суы сіңіп алады. Неге? Сұлыға. Сондай 1 литр менде сол шығады, осы бір термостен. Сол суды мен солай іштім. Жарты стақан мынандай стақанға, жарты стақан құям да, аш қарынға ішіп алам, таңертең мысалы. Одан кейін жарты сағаттан кейін тамақ ішем. Содан кейін мен жұмыстан келем да, жұмыстан келгенде мынандай жарты стақан қайтадан құйып алам да, осы банкімнен. 1 литр банкі. Соны ішіп алам. Одан кейін жарты сағаттан кейін тамақ ішем. Содан кейін дәл жатарда осылай тағы да бір жарты стақан су ішіп алам. Сол мына сұлының суын. Одан кейін банкым жартылай босап қалады. Мына банканы мен холодильникке қоям. Не десеңіз, әйтпесе ол жылы жерде тұрса, божып кетіп, әйтіп бүйтіп іште одан кейін айдайды. Сөйтіп ертеңінде сол холодильниктен алып шығып, жарты стақанын күнде шіріп құйып, сөйтіп аш қарынға ішем. Сол холодильниктен алып құйғанда ол суық болады ғой. Қайнатып, ыстық мысалы, қайнаған суды құйып қойыңыз, өтпейді, ол да қайнаған су, мына да қайнаған су. Сөйтіп ақырындап ішіп алыңыз. Мен сөйтіп осындай сұлының суын 1 жыл іштім. Маған кейбір кісілер айтады, ол типа көп ішуге болмайды, ол кальцийді, денеде кальций шығарып тастайды, сүйектерім босап қалады деп. Білмеймін, мен әйтеуір соны 1 жыл іштім, ештеңем еткен жоқ. Содан бері міне 7-8 жыл өтті. Мен қан қысымым 110-ға болған басында, мен солай бір жылдан ішкеннен кейін. Қазір қан қысымым 120-80-ге. Мен былтыр мен жылдағы бізде жұмыста комиссия өтеді. Мен былтыр бір жұмыстан шығып кетіп басқа жұмысқа түстім, онда өттім. Одан ол жұмыста ұнамай қайта өз жұмысыма қайттым. Онда қайтадан бір комиссия өттім. Одан күзде тағы бір 4 рет комиссия өттім. Жүрегім тексерді, қан қысымын тексерді, қан қысымы 120-80-ге болды. Осылай. Сөйтіп мен қан қысымын осылай сұлының суымен емдеген
осылай. Мен сіздерге айтатын әңгімем осы жолы осы болды. Сау болыңыздар.